Ассалаумағалейкум, есімім Самғат, Самға Груз каналындасыздар, қош келдіңіздер. Бүгін біздер бұйырса Орал қаласында, Оралдың ішінде жүретін боламыз. Жүк таситын боламыз прицеппен, жүктер іздейтін боламыз. Шаң басып қалған, мұнда телефонымызды шығарайық, жүк қарайтын индрайверге кіретін телефонымызды. Бүгінше обзордағыдай емес, мүлдем өшіп қалған болып тұр ғой, қосылмай тұр. Обзордағыдай емес, микрофонсыз түсіретін болам. Енді микрофонды қазір мен микрофонмен түсіретін болсам, қолыма ұстап отырмаса, ол микрофонды өте ыңғайсыз, қолыма ұстап, аузыма тақап сөйлемесе дұрыс естілмейді. Мына жерге тағып қойсам, ол дұрыс алмайды микрофон. Сондықтан осылай сөйлеуге тура келеді. Әзірге микрофон алған жоқпыз. Айтпақшы, 1000 подписчиктен асты, құтты болсын. Рахмет, қолдап жатқандарыңызға. Тіркеліп кетіңіздер, тіркеліп қараңыздар. Телефон мүлдем өшіп қалыпты. Көп болды жатқанына. Жұмысқа шықпағалы, жалпы осылай жүк тасуға шықпағалы көп болды. Соны өшіп қалған. Зарядкаға қойып қойдым қазір. Прицеп тіркеп алдық. Прицеп тіркеп алдық. Жалпы охотаға шықтық дейсің ғой. Яғни телефон қосылатын емес. Бірінші қиындықтар. Зарядка ала алмай тұр ма екен? Негізі батарейкасы жақсы ұстайды бұл телефонның негізі. Мына жерге планшетімізді қоймаппыз, ол планшетімізді қойып қояйық. Алдыңғы обзордағы видеода сұрақ қойған екен, прицептің өлшемі қанша деп. 2,70 сыртынан, шамамен 2,70 деп болады. Ішінен 2,65-60 айналасы. 2,60-та метр 30 ғой жалпы. Сыртынан өлшенген жоқ. 2,60-та метр 30 прицептің өлшемі. Ал, әрең дегенде қосылды телефон. 3%. Индрайверге кірейік, Wi-Fi-ға қосылдық. Қазір регистрация сұрайтын шығар мүмкін. Грузовые. Ақтөбеге шығып тұрал. Карнизы дейді. Сети деп қойық. Карниздер Ақтөбеге. Кеттік па Ақтөбеге? Негіз жалпы қала мен екі ортаға шығуға болады жайлап. Әзірге қаланың ішінде жоқ екен. Іздейміз енді. 500 килограмм карамель в ящиках дейді. Рудныйға. Қызылордаға дейді. Легковой прицеп. 3,5 метр. 2 прицепті Қызылордаға 50.000 теңгеге әкеп берді деп отыр. Аз сияқты бағасы. Карниз дейді, карниз қандай карниздер екен? Ақтөбеге 15.000-ға. Ақтөбеге барасың, ол кері қарай таба алмайсың, кері қарай таныстарың болмаса, таныстарың арқылы болмаса, сондай бір индрайверге көп шықпайды негізі Ақтөбеге. Осы индрайвердің бір минусы іздеу, күтіп отырасың осылай, заказ күтіп. Қазір маған негізі Зачаганскқа бару керек. Қазір Салтанат сарайының алдында тұрмын. Зачаганскқа бару керек. Зачаганскта бір шаруам бар. Сол жаққа бос бармайын деп жүк қарап отырмын. Жүк табылса, сосын кісі де салып алуға болады, адамды да салып алуға болады, желеп.
Зачагансқа дейін көреміз енді қазір. Түске шығып жатырмыз. Осында заказ шығып тұр. Алсам ба алмасам ба деп ойланып отырмын. Халапеньо мен беляши жеп көріңіздер, тема екен. Мықты екен. Так, обед жеп алдым. Бірнеше сағаттан кейін уже бір адам қабылдады. Бір ванны дейді. Осы домдарға алып келу керек. Мына дом маған жақын болғасын, қысқасы грузчикпен керек деп тұр, андай ваннайды көтеріп тастау керек дейді жоғарыға. И мына дом маған жақын болғасын, мен қазір бірінші келіп қарап кетейін деп жатырмын. Бірінші келіп қарап жіберейін деп жатырмын қазір нені. Лифтті. Сия ма, симай ма? Егер сиса, онда алам. Симаса алмаймын. Тағы көріп қойдым заявка. Көп адамдар что-то не то қабылдамай ма? В общем, қысқасы ваннайды алатын болдым. Қазір алып келетін болдым. Мына жерде жақын жерде екен. Ана неде? Мяскомбинатта Меркурий бар ғой, да, торговый дом, сол жақтан алып келетін жақын жерде екен. Сосын подъезд домда лифт бар екен, 4-ші этаж. Ала салайын деп шештім. Және жаңағы заказ берген кісі айтады, әрдайым болады дейді заказ. Сіздің номеріңізді сақтап қоямын. Что дейді. Сол кеттім мен онда. Тек мұнда бір жаманы грузчик болып тұрасың, грузчик боласың, сол жаман. 4-ші этажға көтеріп тастау керек, енді аннан тегіп жібереді ғой. Онdan 4-ші этажға көтеріп тастау керек болады. 250 метров. Лифт болғасын, алып жатырмын, лифт бар болғасын. Осындай складқа келдік. Жерден тиеміз қазір. 30 килограмм салмағы шамамен. 28 килограмм деп жазылып тұр. Көреміз, көтере аламыз екен. Қызық. Ауыр ма? 28 килограмм да, примерно, да? Тұрайыз. Не надо. Жақын жер ғой? Жақын жер ма? Да, мұнда ғой. Жеңіс. Жалпы 4000 теңгеге алып бара жатырмын. Есікке дейін алып баруымен 4-ші этажға. Бұлай, әккі небір газелисттер бар екен енді. Жалпы индрайвер деп отырғандар көп екен. Бірден қағат заказды, бірден заявка жібереді. Бұйырғаны. Кімге бұйырады, сол алады, короче. Бірінші заказ көреміз енді. Ең болмағанда әйтеуір сменнің ақшасын шығаратын сияқтымын. 3000 теңге төледім 12 сағатқа. Соның ақшасын шығарам бірінші заказбен. Ары қарай көреміз. Енді кейде алдын күндері шығып жүрдім. Шыққан кезде осылай ғой. Таңнан түске дейін көп болмайды да, түстен кейін көбейеді. Салмақ бар екен. Түсіріп жатырмын. Онша болады екен. Тек енді лифтқа кіріп алсақ, сонымен болды. В общем, түсіріп тастадым, бәрі нормально, болады екен жасауға.
енді ана жігітке айттым, номерімді сақтап қой, если что хабарласарсың деп. Тағы да болып жатса. Әзірге қабылдамай тұр көбісі. Неге қабылдамай тұрғанын түсінбей жатырмын. Мен бір нәрсем дұрыс емес па, мүмкін. Так, жігіттер, заказ қабылдадым. Заказ так Зачаганскіда. Зачаганскіге бара жатыр едім. Как раз дәл келді. Енді кісі қарап отырмын енді Зачаганскіге. Қазір мына 8-й школа, 8-ші мектеп жақта жүрмін. Міне шықты ғой бір кісі. Тек алыста, птицефабрикада. Птицефабрика болмайды ау. Уақыт кетіп қалады, клиент күтіп қалады, птицефабрика болмайды. Тағы қарайық. Қазір кішкене мына жерге тоқтап қарай жіберейік. Бір нәрсе болып қалар. Бос кетпейсің ғой әйтеуір. Қалай ойлайсыздар, дұрыс па, дұрыс емес па? Меніңше дұрыс сияқты. Енді біздер осы үшін шықтық қой, ақша табу үшін шықтық. Ар жаққа барғанша, ең болмаса по пути кісі алып кетесің. Индрайвер деген жалпы сол үшін ғой енді. В общем, универмагтың қасынан бір кісімізді алып алдық, қазір келе жатыр. Сонымен басамыз. Всем нужным перед путешествием изучаю культуру Сицилии и заметил, что на Wildberries проходит любопытный розыгрыш. И, как говорят на Сицилии, удача, как ветер, пока дует, лови ее. А мы говорим «Бабанга!» Что это? Видно, сколько билетов уже есть и на что можно рассчитывать. Собирать билеты можно до 21 мая, а уже 17 июня розыгрыш среди всех, у кого есть 10 билетов. YouTube'da отырасың ба, YouTube қарайсың ба? Жалпы? Не упустите. Бабанга! Тіркеліп ал. И удачи. Самға Грузия. Ағылшынша Самға Грузия. Самға Грузия. Бірге жаза бер. Самға Вот это вот Грузия. полицейский участок сам. Өтірос па? Бізде осындай кеме заводтары бар осындай. Кемелер шығарады, теңізге жібереді осылай жайық арқылы. Верхушка кот. Так, Зачаганскіге келіп қалдым. Жаңа қабылдаған жүкке. Қасымыздағы бауырымыз жеткізіп тастады, подписчигімізді. Енді негізі мына iPhone 16 керек сияқты шынымен. Камераға тез кіру үшін. Кейде ыңғайсыз болып жатады да камераға тез кіруге. Айтпақшы, менде осының алдында май жанып жүрді, майдың светі. Когда неден асса, мысалы температура 90-нан асып кеткен жағдайда майдың светі жанатын еді. Қазір май ауыстырдым. Ол кезде арзан май құйдым, жаңағы неден Алматыдан келе жатқанда доливать етіп, чтоб жетіп алуға. Сөйтіп арзан май құйды. Алматыдан келатқанда естеріңізде болса, анда дейтін менде пробкадан май кетіп тұрды ғой, пробкадан май жүрді. Қазір мен пробканы емес, пробкасын болтымен и майды ауыстырып тастап едім. Керемет болды. Ал заттарды әкеліп тастадық. Студент қыздар сияқты көшіп жатқан. Түсіре қоймадым. Үйдің заттары, там чемодан, ыдыс-аяқтар сондайлар ғой. Қазір тағы да іздеуге шығамыз. Су жаңа, қарасаң көзің тоятын керемет мешітіміздің, Оралдағы керемет мешітіміздің қасында отырмыз. Заказ қарап. Так, нужны 2 грузчика дейді. Линолеум и 3. Мынау манағы. Адам бер тұру дейтін. Сағат 5-ке. Оған грузчик керек. Стулья, парты дейді, Нұрер. О. Ай, енең драйын. Не актуально дейді.
үлгере алмай қалдық. Нұрерге үлгере алмай қалдық. Нұрер жақын жерде еді, хотя. Бұны қандай деп айтады? Закон подлости дейді ма, не дейді? Кішкене тек осылай телефонды тастап кетсең, толып кетеді мұнда бар. Жаңа келгенде толып шығып тұр қаланың ішінде. Енді осылай отырғанда ештеңе жоқ. Не дейді бұны? Закон подлости дейді ма, не дейді бұны? Бұйырған кетпейді дейді ғой. Жаңа кішкене алаңдап кетіп едім. Бағана мешіттен шыққаннан кейін бір машина көріп қалып, объявлениеден шаранды көріп қалып, мен шараны алғым келіп жүр ғой негізі. Содан жаңа соны қарауға барып келіп едім, сонымен уақыт кетіп қалды. Енді қарап отырмын енді қазір үй жаққа қарай. Старый аэропортқа қарай бір нәрсе шықса екен деп. Болмаса кісі алып кетеміз енді. Болмаса такси қайнап кетеміз. 2 в 1, в общем. Өзіммен өзім отырғам, заказ қарап. Подписчик ютубтан таныған браттар келіп, амандасып, әңгімелесіп біраз. Жақсы екен. Осы жағынан жақсы ғой, осылай бір-бірімізден араласып, әңгімелесіп, бір-бірімізге жақсылық тілеп. Сөйтіп жүргенге не жетсін? Әлі отырмын. Зачаганскіда. Зачаганск мені қарап сатты, в общем. Заказ жоқ әлі. Кісі қазір таксиді қосып алып, ары қарай кісі қарап кететін шығар мүмкін. Центрға кісі шығар ма екен? Жер көлігі ашық тұр. Страница проблема дейді. Подтвердите ваше фото дейді. Так, мен регистрация өтіп сәйін. Жетті бір заказ шықты, в общем. Грузовойдан. Енді ол дейтін Қонаевта, ан жақта Шестойда. Енді міне Салковскийға бір кісі шығып тұр. Еще срочно надо дейді. Әне. Жолы болар жігіттің индрайвер шығар алдынан деп бұл кеткен ішін. Так, ну қай жерде? Ана жерде. Болды. Все, кеттік. Пассажирмен ан жаққа барамыз, Шестойға. Сосын жаңа Қонаевадан алып, Қонаевадан, короче, центр жаққа заказ. Ты должен уходить из дома, оставляя свою семью и не зная вообще, вот убьет ее мафия, не убьет ее мафия. Я просто не представляю себе, какого уровня должна быть смелость. И сделали, изменило Италию. Но то, какую цену им за это пришлось заплатить. Впрочем, на самом деле, Макси-процесс мало что поменяла. Мафия оказалась живее всех живых. Живее, чем вы думаете. Так, пассажиркамызды әкеліп тастадық. Енді грузовойға барамыз. Келісіп қойған жерімізге. Как раз дәл осы 8:30-дарда келші деп хабарласты ғой маған. Мен де оған звондап жатыр едім. Мен қазір Зачаганскідамын, үлгере алмаймын. Күте аласың ба деп. Сол 8:30-дарда келші деп еді. Дәл келейін деп тұр ғой. Осылай, Алла бұйыртайын десе, осылай. Аллах Тағаланың несібесі. Қызық та. И которые являлись указанием к действию. Личный доступ к Капи всегда имеет очень Мына жерде Хармониз донері бар, Хармониз донер. поставленных членов мафии. Жақсы. Становится главой. Рекомендация берем. Донерлар жақсы.
келдік. Бүгіндікке соңғы жүгімізге, наверное. Осыдан кейін үйге баратын шығармыз. Так, мебель, осындай мебель тиейін деп жатырмыз. Ішіне кіріп орналастырасыздар ма? Мынау үсті ма? Түгел да, полностью да, мебель да? Өзі серпес. Жерде кішкене тарлау, ыңғайсыздау. Осындай заттар тиіп алдық. Так, тиіп алдық. Құрманғазы ше. Адамдардың жүйкесі тосып кеткен екен. Құттай тек 5 минутқа тұрғанға жаңа. Адамдар нерві жетіп отыр ғой. Сол кедергі емес әйтеуір. Ешкімге. Бағана анда тұрғанда кедергі болып еді кішкене жолға. Адамдар уже нервничать, ренжіп, шыдамсыз болып кеткен адамдар. Ал бізде Оралда кеш батты. Түріп тастадық. Мынандай күшті затта не шығып тұр, Алматыға заказ шығып тұр негізше. Әдемі прицепке сек кетеді, просто тек анда не кармен бару керек, кар бар ғой, тиейді. Сонымен барып тиіп алатын екен. Әйтпесе заказ әдемі Алматыға дейін 150 мың теңге. В принципе, ешқайда тоқтамайсың енді. Қонуға тоқтайсың да, былай жүре бересің да. Тіке Алматыға барасың, бір жақсысы. Сосын енді әбден өзі үй жаққа кетіп бара жатқанда қырсық салғандай заказдар да шыға береді оған, қызықтырып. Диван, бірдеңе, короче. Қысқасы. Бірақ сонда да енді демалайық, жетеді бүгіндікке. Аллаға шүкір. Жаман емес. Ештеңе таппайтын болармын деп ойлап жатыр едім таңертең бағана. Ал, осымен бүгінгі күніміз аяқталды. Аллаға шүкір, табыс бар әйтеуір. Жоқтан тәуір. Жалпы бүгіндікке 3 грузовой заказ орындадым. Және 4 пассажирский заказ орындадым. Сонымен шамамен 16 мың теңге таптым. 3 мың теңге Индрайвқа кетті 3 мың теңге. И минус одан 3 мың теңге енді. 3 мың теңге емес, даже 2 мың теңге дейінші. Заправка. Сонымен шамамен 10 мың теңге қалды. Енді ол жалпы заказ дейтін түстен кейін басталды, сондықтан түстен кейінгі уақыттан есептеу керек болады. Түстен кейін мен қазір енді былай жүрдім, өзімнің шаруаларым болды деген сияқты. Былай жаман емес. Егер толық осымен айналысса, ақша табуға болады. Ал, қош сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше. Келесі видеоларға көріп жіберіп алмау үшін тіркеліп қойыңыздар, қолдап жіберіңіздер, комментарийға жазыңыздар өздеріңіздің пікірлеріңізді.